Мейіз кептірілген жүзім. Мейіздің адам ағзасына тигізетін пайдасы орасан зор. Бұл витаминдер мен минералдарға өте бай антиоксидант. Дана халқымыз мейізді түрлі ем шараларға қолданған. Соның бірнешеуін тілге тиек етейік. Мейізді жөтелге, аллергиялық қышымаға ем ретінде пайдалануға болады. Ол үшін дәні мен сабағы бар мейізді таңдаңыз. Өйткені оның нәрі өзінде сақталады. Ем үшін жақсы кептірілген қара жүзімді алу керек. Қара жүзім нәрлі де дәмді келеді. Сондықтан оның емге тигізер пайдасы өте көп. Жөтелген кезде мейіздің қайнатпасын ішіңіз. Бір уыс мейізді жуып, 1,5 стакан ыстық суда 10 минут қайнатады. Сосын сусынды жылы күйінде күн ұзақ аз-аздап ішіп жүріңіз. Емнің әсері тиімдірек болу үшін мейіз қайнатпасына 1 ас қасық пияздың жаңа сығылған шырынын осынша бал қосуға болады. Ертеде денені темір еткі басқанда оған мейізді жарып, үйкеген. Терінің аллергиясына мейіздің қайнатпасын жаққан. Мейізден теріге маска жасауға да болады. Ол үшін 1 уыс мейізді алып жуып, ет тартқыштан өткізіп, оған 1 ас қасық бал, 1 ас қасық қаймақ, 1 ас қасық сұлы ботқасын қосу керек. Міне бұл қоспадан бетке жағатын тамаша маска шығады. Күніне 10 мейіз, 2 кепкен өрік, 1 грек жаңғағын жеп, жылы су ішіп тұрсаңыз, жүрегіңіз жақсы жұмыс істеп, анау-мынау сырқатқа тез арада сыр білдіре қоймайды. Адам ағзасының қалыпты жұмысы үшін бауырдың сау болуы аса маңызды. Өйткені бауыр қанды тазартады, ал таза қан денсаулықтың кепілі. Қаны таза адам әрқашанда сергек жүреді. Қаныңызды токсиндерден тазалайтын емдік суды ұсынамын. Ол үшін сізге 1 стакан мейіз керек. Мейізді жақсылап жуып, 3 стакан суға 2 минут қайнатамыз. Бұл сусынды жатар алдын дайындаған дұрыс. Сәл суыған соң бөлек ыдысқа құйып, 1 түнге тұндырып қоямыз. Таңертең аш қарынға 1 стакан сусынды ішеміз. Ем болсын.